21 желтоқсан күні қатты магниттік дауыл болады. Күн астрономиясы зертханасының болжамы бойынша күн белсенділігінің келесі серпіні сәрсенбі 21 желтоқсанда болады деп болжанды. Ол бірнеше сағатқа созылады, таңертеңнен бастап магнитосфера қозғалады. Дегенмен ауыр магниттік дауыл жерді сәл кейінірек 21 желтоқсанда соғады. Оның сыныбы G1 деңгейлі деп бағаланады және де ол бірнеше күнге дейін, 28 күнге дейін созылады. Жердің қозғалмалы магнитосферасы 29 және 31 желтоқсанда да сақталады. Келесі G1 деңгейлі магниттік дауыл тек 3 қаңтарда ғана болады. Дәрігерлер магниттік дауылдың теріс әсерін азайту үшін қарапайым ережелерді сақтауға кеңес береді. Қиын күндерде физикалық белсенділікті шектеу, ұйқының бұзылуынан, ұзақ ұшатын іссапарлардан аулақ болған жақсы деп отыр. Таза ауада жиі жүріп, сұйықты көкөністер мен жемістерді жеткілікті мөлшерде тұтынған жөн. Оған қоса қан қысымын өлшеу, дәрі-дәрмектерді уақытында қабылдау маңызды. Егде жастағы адамдар күшті алкоголь сусындардан мүлдем бас тартқан дұрыс. Адреналиннің қарқынды түрде өндірілуіне байланысты магниттік дауылдар тәбеттің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда ет тағамдарына емес, көкөністерге, жемістерге, балыққа назар аударған жөн.